Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі және халықаралық қазақ тілі қоғамының Баянауыл аудандық филиалымен бірлесіп, ұйымдастырылып құрылған мониторингтік топпен мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың, дүкендер мен дәріханалардың халыққа қызмет көрсету орталығының Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның орындалуына мониторинг жүргізілді. Мониторинг мақсаты мекемелердегі көрнекі ақпараттардың сауатты әрі дұрыс ресімделуі жөнінде ескертулер мен бағыт-бағдарлар беру болды. Дегенмен де бүгінгі күні ауданда Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның орындалуы бойынша мемлекеттік тілді дамыту мен оның қолданыс аясын кеңейту бағытында жұмыстар атқарылып жатса да, күнделікті өмірде көріп жүргеніміздей, интернет ресурстары мен мекеме сайттарында көрнекі ақпаратта қазақ тілінің сауатсыз қолданылуы жиі кездеседі. Осы мақсатта барлық аудандық жергілікті атқарушы органдардың ресми сайттарындағы мемлекеттік тілдің қолданысы мен оның тіл заңдылықтарының талаптарына сәйкес дұрыс жүргізілуін қадағалау мақсатында мониторинг жүргізілді. Тексерістің қорытындысы бойынша 16 мекемеге ескерту хат жолданып, барлық ескертілген кемшіліктерге түзетулер енгізілді. Мониторингтік топтың жұмысы жүйелі түрде жалғасатын болады. Баянауыл аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі және де қазақ тілі халықаралық қоғамдық ұйымының Баянауыл аудандық филиалына бірлесе отырып, Баянауыл ауданындағы мемлекеттік мекемелердің, сонымен қатар дүкендердегі барлық халыққа қызмет көрсету жұмыстарының мемлекеттік тілде қалай жүргізіліп жатқаны туралы арнайы мониторинг жасадық. Мемлекеттік тілдің мәртебесін асыру аясында жасалған істерімізге жаңағы арнайы ескертпелер болды. Енді бұл ескертпелердің орны толтырылатыны туралы уәде берілді. Біз әлі де өзіміздің жұмысымызды жалғастырамыз.